Қосыламыз дейді. Көп сөйлеген мықты емес, дөп сөйлеген мықты дейді расында біздің қазақ. Енді құдаларға біздің айтатын тілек, күйеу балаларыңыз сабырлы, қыздарыңыз келген жерінде хан қызындай қадірлі болсын дегім келеді. Бақытты болсын деп тілеп жатқан тілектеріңізге мен де қосылам. Жаңа бір үлкен кісі айтты, мен тыңдап тұрмын, керемет айттыңыз. Өз үйіңе келдің деп айтып жатыр. Қыз қонақ деп қадірлеген елміз. Осы елден өзінің бақытын іздеп келіп отыр. Біздің баламызбен бас қосқан себебі де сол. Кейде тойларда тілек айтылып жатады ғой, бүйтеді. Қыз барған жерінде бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп барады дейді. Бірақ мен өз басым оған қарсымын. Өйткені қазақ әуел бастан айтады. Ұл бақытын қыздан іздейді, қыз бақытын түзден іздейді дейді. Осы бақытын іздеп келіп отыр. Оның үстіне енді біздің елімізді бақытты қылам деп келді дейтіндей, бұған дейін бізде бір сорымыз қайнап, сормаңдай болып отырған ел емеспіз. Дәулетімізбен сәулетіміз, бағымызбен сәніміз келісіп отырған елміз. Сол бағымызды, байлығымызды, дәулетімізді одан ары еселеп, одан ары көркейтуге келіп отыр десеңіздер, енді құбағып деп есептеймін. Жаңа айтылған сөз соның тағы бір баламасы деп қабылдаймын. Енді құдаларға тамаша тілегімізді айттық. Данияржан, осы қайын жұрттың алдында қасқайып, қашанда беделің биіктей берсін, қадірің арта берсін. Баяғыда бақыт, байлық, білім, қадір бір жерде отырып тамақтаныпты. Сөйтіп тарқайтын кезде бір-бірінен сұрап жатыр дейді, бұдан кейін қайда жолығамыз деп. Сөйтсе байлық айтыпты, мені билеушілердің сарайынан іздеңдер, сол жерде боламын деп. Білім айтыпты, мені дана адамдардың қасынан табасыңдар. Қадір басын төмен салып, үндемей отсаны екеуі сұрапты қалғандар. Ой, Қадір, сені қайдан табамыз іздесек десек, Қадір бір күрсініп барып айтады дейді. Ай, мені бір жоғалтып алған адам қайтып таба алмай қалады-ау деген екен дейді. Осы қайын жұрттың алдындағы қадір қасиетің қашанда биіктей берсін дегіміз келеді. Біздің құдаларға айтатын тілек жаңағы, біздің жөніміз бір басқа, туысқанның жөні бір басқа. Құдалар сөйлеп болған соң, шапалақ неге ұрмасқа дейміз. Осындай қыз берген елге деген құрметіміз болсын. Енді біз үлкен кісілерді әрине қинамаймыз. Жасырақтар болса, құда болсаң шыда дейді. Осындайда бір билейік, содан кейін дастарханға бірге жайғасайық. Жібер құдалар үшін бір биді.